Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін сіздермен жер бетіндегі соңғы адамның 3-ші сезонының 10, 11, 12 серияларына шоу жасаймыз. Кино басында иттерге қатысты қайырымдылық қоры болып жатқан кешке тап боламыз. Бір әйел шығады, Тендидің стилінде ешкім күлмейтін әзілін айта бастайды. Қайта керісінше Ален есімді әйелдің әзілдері халыққа жақсы өтеді. Сол жерде бір еркек аяқ астынан құлап, аузынан қан аға бастайды. Кейінірек үлкен жекежайда күйеуімен тамақтанып отырып, Элана есімді боттан жаңалық сұраса, әлемде тарап жатқан жаңа вирус жайлы естіп қалады. Күйеуіне әлгі Ален есімді әйелдің бір жерден бункер салғанын айтып, оны мазақ қылады. Артынша көшеге шығып, адамдардың барлығы тіпті иттеріне дейін ауыздарын тұмшалап алған көріп, жүрегі сылқ ете қалады. Ертесі үй қызметкері қайтыс болған біліп, әйел антисептикті алады да былай боянғандай жағып алады. Күйеуі бұл тұмауға қарсы антивирус жоқ десе, не сонда президенттердің өзі де өліп қалады дейсің бе, сонда сенбеймін деп еді. Келесі кадрда ТВ-дан ақш-тың президентінің өлгенін көрсетіп жатқанын байқаймыз. Әйел сөзінен қағынды ма білмеймін. Артынша ақш-тың экс-президенттері де шеттерінен қырыла бастайды. Бірнеше аптадан соң көшеде тірі жан қалмағанын көреміз. Әйел пакеттермен өзін ниндзя сияқты орап алып, маркетке кіріп, іштен өзінің қас жауы әлгі Ален деген әйелді көреді. Ол мысықтарды жақсы көргенмен, иттердің тамағын жинап жүрген. Әйел кетіп қалып еді, оны өліп тұрып жей бастайды. Ерте саңертең тұрып, төсегінің бір бөлігі бос екендігін байқайды. Күйеуін іздесе, ол өзін бір бөлмеге қамап, жөтеліп отыр екен. Аха, түсінікті. Әйеліне мен таста десе, ол, жо, сен үшін соңғы рет сорпа әзірлеймін, бірақ өзімнің жүрегімде деп, өздерінің жеке приколдарын тықпалақтап қояды. Жалғыз қалып, суқаны сүймейтін әлгі әйелдің жеке жайына каблук пакетке оранып, тірілеп келіп, көтерілсе, мысық құмар әйел төсекте жатыр екен. Тиісіп қалса, өлі сияқты. Сол арада басында айтқан бункердің кілтін тауып алып, сонда аттанады. Ішке кірсе, бәрі жайғастырылған екен. Тіпті тамақта тола. Үлкен экран алына келіп еді, әдемі пейзаждарды ақтарып отырып, аяқ астынан байқаусызда сыртта тұрған дронды іске қосып жібереді. Сәт түсіп, оның тоғы бітіп, қайтадан орнына келеді. Онда әжептәуір бейімбеліп, өзінің бункердегі бірінші жылын айтарлықтай жақсы өткізеді. Арасында дрон ұшыруды үйреніп, қалаға шығып тұрады. Бірақ ол жақтағы жатқан өлі адамдардың жерін көріп, көңіл күйі түсіп, ұзақ жалғыздан шаршап, ішімдікке беріліп, тіптен салақ болып кетеді. Оның жалғыз досы қасындағы иті. Онымен адам сияқты сөйлесе алмай, ал бір күні оның киімдерін жырып тастаған соң, ашуланып, жазаға тартпақ болып, есікті ашып, ал құрал деп айтып қалса, ит әйелін әбден шаршаған құйрығын салақтатып, сыртқа сыта жөнеледі. Өзі ғана қалған әйелдің үйі қоқыс алаңына айналып кетеді. Бір күні жатып алып, дронмен сыртты айналып жүрсе, бізге өте таныс бір жерге келеді. Жақындайды. Сыртта бір әйел демалып жатыр. Сөйтсе, бұл біздің ішкек әпкеміз Гейл екен. Оған мен адам деп хабарлама айтайын деп еді, дронның тоғы таусылып, қайтадан артқа оралады. Кейін оны қайта іске қосып, әлгі жерге қайта оралады. Бұл жолы қолдарына біз жақсымыз деп жазылған кейіпкерлеріміз көреді. Бұл жолда оларға ешнәрсе айта алмайды. Өйткені дронды біреу атып құлатады. Өткен сериалын көрсеңіздер, бұны кім істегендігін білетін шығарсыздар. Сыртта бәрі өлмегенін түсініп, бұл жолы қарапайым киіммен батыл қадам жасап, есік ашып, жолға шығады. Ана жақта шатыр кеткен милицияны әйнегі бар бөлмеге отырғызып қойып, барлығы қарап тұр. Әйел кукла сияқты үн бермей отыр. Кэрол сөйлесуге кіреді. Сары шаш оны шақырып алып, бір нәрсе айтады. Әйел дереу шығып, Гейлді сен өлтірдің деп айтты дейді. Тендидің кезегі. Кірді, шықты. Не айтты? Майктың соңғы сөзі мені өлтірген Тенди деп айтты дейді. Сықи көзі кіреді. Есік ашылады, жабылады. Не айтты? Досың өлейін деп басқа қалада сені күтіп отыр дейді. Қысқасы бәрі кіріп шығады. Бәріне көттері ашитын сөздер айтып, шығарып салып отырады. Сосын айнаға келеді. Тақыр басқа. Суық дауыспен сені ешқашан кешірмеймін дейді. Тенди көті қыбыршып, шалы қазаққа келіп, жатам. Өстіп ойыншық ойнап жүресің бе? Шынайы үшсай деп көтін шықиды. Кітапханада екі әйел Мелиссаның ауруын зерделеп, милары қатып отыр. Бұл жерге де жарым қыстырылып, не температурде. Мәдеп мынаны бере салады. Не ол? Білмейм, дәлер ғой. Әйтеуір біреуі көмектесер деп еді, тот өліп қалса же. Жоқ, басқа әдіс ойлап табыңдар деп жын ұстайды. Сосын Тенди өсті бір жерге алып келеді. Көзін ашса, алдында шынайы ұшақ тұр екен. Батыл болды, көтіңді ұшаққа кіргізді, досың тапқың келсе, үш деп ұрықтандырмақшы болады. Еркек қорқып, ақыры керседі. Я подниму эту хреновину.
Кешке Сықидың алдағы ұшу сапарын тойлап барлық ішімдіктен ұрттайды. Тот болса қолына әйелін бақылап отыратын планшет ұстап алыпты. Сол арада Тенди оны тағы да рухтандырмақ болып тарихта аты қалған 10 шақты адамның атын кезек-кезек ерінбей атап шығады. Пеле, Питер Фрэмптон. Ертесі ұшу қарсаңында Кэрол Льюистің суретін салып өтірік газет жазып келеді. Барлығы еркекке қолдау білдіріп, оған ұшқыш костюмын кигізіп, ал сәтті сапар деп шарт салады. Еркек енді жүрейін деп тұр еді, Тенди тағы да ұлы адамдардың атап миын шымши бастайды. Джим Хэнсон. Гамильтон. Соңында Льюис деп, сені мақтан тұтамын деп шарт салады. Еркек ұшаққа отырып іске қосады. Ого, ол шынымен де көкке көтеріледі. Мәссаған. Упс. Бәрі ұшаққа қарай жүгіреді. Оны ұшуға итермелеп, былайша айтқанда, оны өлтірген Тенди саусағын көтерген күйде қалып қалады. Келесі сценада оны арғы дүниеге шығарып салып жатқан адамдарды көреміз. Анамыжың тағы да шіңкілдеп иттей, тағы да адамдардың атап шығып, Райан Лохта. Да, Олимпиады в Рио. Артынша көтмай қайтыс болғанға ән арнап, Я хочу летать. Тенди Льюистің күлін пакетке салып, дронмен көкке көтеріп еді, байғұстың күлі салынған дронда талға соғысып жарылады. Ертес көшеде кетіп бара жатқан динозаврды көреміз. Ішке кіріп, шешініп, Құдайға жалынып, маған белгі берші дейді. Шынымен де кенеттен әйнектерден бір сәуле көрінеді. Шабыт алып, жүгіріп үй жағына барып, әйтеуір беліп тұрып, бір нәрсе құрастыра бастайды. Кешке бәрін шақырып, дада деп бір ғимаратқа кемпір қосақ сияқты жарықтар жүргізіп қойыпты. Бірақ бір күні бойы істеген еңбегін ешкім бағаламай, осыма деп кетіп қалады. Бірақ бұл әрекеті бостан бос қалмайды. Ондағы ғимаратқа ақыры жарық беріліп, лифттің есігі ашылады. Іште бәлкім өліп жатқан Гелге камера жақындап, әйелдің саусағы қимылдағандай болады. Әйел зорға дегенде аяққа тұрып, сыртқа шықса, оны қоқыс тастауға шыққан есалаң көріп, кім келіп қалды? Жақсы демалдың ау. Шучу. Отлично выглядишь. Деп түк болмағандай кетіп қалады. Ішке кірсе, Эрика мен Кэрол көріп, ура, келді ау дей, оның аяғындағы қан емес, вино деп, әбден ішіп, демалдың ау дейтін, ішті ашыратын сөздер айтады. Ал ана жақта тот шығып, келдім әйтеуір, бізде бәрі көт болып жатқанда, сен жүрсің кайфуша болып деп, көтіп балқ етпей отыра салады. Әйел су деп жерге құлап еді, Кэрол ол сосын, яғни вино сұрап жатыр десе, Тенди келеді, мә жаным ау, ішші деп аузына пиво тық баштайды. Что ты ей принес? Әйел құрып кетіңдерші деп, не болған егже-тегже айта бастайды. Әйелдің лифтте 10 күн қамалған біліп, Тенди, сонда дәретке қайда отырдың, деп, бас жоқ, көт жоқ сұрақтар қоя бастайды. Бірақ жарықты кездейсоқтан Тенди берген біліп, әйел аяқ мағмау кеш деп құшақтап алады. Мы рады, что ты вернулась. Льюисші, қайда? Тенди, ол ма? Талтаңдап жүр ғой, жүгермек деп қуа бастап еді. Әйел, болды, түсіндім, қалай өлді деп сұрайды. Сосын Мелиссаны көріп қайтып, жатайын десе, Кэрол әлгі отбасылық суретінде ол көзін жұмып түскен үшін көзін алмастырып қойған көреді. Ертесі үйіп қойып бойлик ойнап жатқан жер бетіндегі көтінші адамды көреміз. Тот жүгіріп келіп, кеттік дейді. Еркек, кеттік дейді. Тоқта, қайда? Мелиссаның үйіне. Кеттік. Тоқта, не үшін? Үйі оның хәл жағдайын түзеуге көмектесер. Шықпай тұрып, Тенди ерінбей бойлик доптардың бәрін құлатып шығады. Жолай Мелисса өзінің стилінде Тендиге сен мынандайсың, әпшуің мынандай деп тисе бастайды. Тенди болса, миы жұмыртқадай болғандықтан қызға еш нәрсе жауап бере алмай қалады. Ар жақта Эрика Гел жазылғанша оған коляска алып келіп беріп, осымен жүре тұр деп айтады. Әлгі үшеуі болса, бір үйге келіп, Тенди іштегі суреттерге қарап, онда қара нәсілді отбасын көріп, байғұс Мелиссам-ау, айтпайсың ба сені асырап алған десе, саулаң, бұл басқа үй деп миын түзейді. Сонда қонып азаны тұрса, қыз жоқ, көлікке отырып іздейді. Сыртта жүріп көздері шығып кете жаздайды. Сөйтсе біздің Мелисса кезінде жылжымайтын мүлікті сататын риэлтор болған екен. Жұмыс орнына келіп, Тенди отырып алып, оның қайда кеткен білу үшін былай істейді. Денег будет долгим. Кофе, продажа. Тот болса, документтерді қарап, үйінің мекен жайын біліп алады. Үйге келіп, әйелдің кішкентай кезіндегі суреттерін көріп, жатын бөлмеге кіріп, аю құшақтап, ұйықтап жатқан кейіпкерімізді көреді. Басқа жақта Кэрол тағы да Эриканың миын езіп, сыра бастайды. Әйел бұған шыдамай,
мақұл отбасылық суретке түсем деп келіседі. Ана жақта азанда Мелиса әбден сәнденіп пәнденіп ас бөлмесіне барып бұрынғы өміріндегі әрекеттерді қайталай бастайды. Сол арада әйел біртүрлі бір дәрі ішіп алады. Тот күдіктеніп оны алып қайтадан үйлеріне жол ашады. Кэрол Гейлді ақыры сайқымазақ сияқты киінгізіп екеуі өзен қасына тұрып суретке түседі. Лимбургер. Сосын оны ноутбуктен қарап отырып, кенеттен екеуі түскен фотоның ар жағынан бір түсініксіз өзге ғаламшарлық сияқты тіршілік иесін көріп қалады.